Жарқырауық қоңыздар. Нұх пайғамбар кемеге барлық жануарды тиеген соң жер бетін топан су басты. 40 күн бойы жаңбыр жауып, еш толастамады. Кемеге су кірмеу үшін пайғамбар есік-терезені саңылау алдырмай түгел жапқан еді. Бірақ кеменің іші қап-қараңғы түнекке айналды. Бәрінің бойын үрей биледі. Сол сәтте Нұх пайғамбар Құдайға қол жайып, «Уа Тәңірім, маған жарық бере көр», деп жалынды. Тілегі сол заматта қабыл болып, Жебірейіл періште 2 гауһар тас әкеліп берді. Гауһар тасты кеме ішіне тастап еді, олар жарық шашатын қоңызға айналып кетті. Кеменің ішін жарық нұрға бөледі. Сол кезде ғана барлық жануардың үрейі басылып, кеме ішіндегі тіршілігін бастап кеткен. Суаршынның жаралуы. Топан судың кезінде 2 мақұлық кемеге мінбей аман қалыпты. Оның бірі құж болса, екіншісі мыстан кемпір. Жейтін азық болмағасын, мыстан кемпір аштан өледі. Оның 2 тісі мен тырнағынан бір жәндік пайда болады. Ол жәндіктің мекені судың беті болыпты. Аққан судың бетінде жазықта жүргендей жүйткиді екен. Оны көргендер, «Мына жәндік судың бетін аршынмен өлшеп жүргендей екен», десіпті. Содан бұл жәндік суаршын атаныпты. Суаршын күні-түні тынбай су бетінде азық іздеп жүреді екен. Топан су құждың тізесінен зорға асыпты. Ол қарны ашса, судан балық сүзіп, оларды күнге қақтап жейтін. Құж құрғаққа шықпаған соң сирағы шірей бастады. Балтыр еті жидіп, сүйегі көрінгенде жүруден қалып, құлауға айналды. Сол кезде Нұхтың кемесі алдынан шыға келді. Шайқалақтап әрең тұрған құж тура кеменің үстіне құламақ болды. Құждың қыңыр мінезін жақсы білген Нұх, «Біздің үстімізге құла, кемені басып қал», деп айғайлады. Құж қырсығы ұстап кері қарай құлады. Кеме аман қалды. Құждың денесі шірігенде сирақ сүйегі Ніл дариясының үстіне көпір болып қалған екен. Нұхтың кемесінде 3 түрлі мақұлық пайда болыпты. Олар мысық, тышқан, доңыз. Кеме тар болғасын, тез болғанып ластанды. «Уа жасаған ием, кеме нәжіске толды, қайтпек керек», деді Нұх. Тәңірісі, «Пілдің арқасын сипа», деді. Пілді сипағанда оның ұзын мұрнынан доңыз түсті. Шошқа нәжісті жеп тап-тұйнақтай қылды. Ібіліс доңызды арбап, «Менің қолым тиген жануар қасиетті болады, кел арқаңды сипат», деді. Доңыз ібіліске жонын тосты. Ол арқасын сипағанда доңыздың танауынан 2 тышқан атып шықты. Піл тышқанды көріп шошып кетті. Пілдің тышқаннан қорқатыны осыдан қалыпты. Тышқандар кеменің қуысына тығылып, еденін кеміре бастады. Кемеге су кіріп, жан-жануар әуре сарсаңға түскенде Нұх пайғамбар, «Уа Құдайым, енді не қылдым?» деп жалынды. Жаббар Хақ Тағала, «Дереу жолбарыстың арқасын сипа», деп бұйырды. Жолбарысты сипағанда оның мұрнынан мысық атып түсті. Ол жалма-жан тышқандарды қуалай жөнелді. Нұх оған риза болып, «Мысықжан, жауырының жерге тимесін», деп арқасын сипады. Нұхтың батасын алғасын, мысық құлағанда жон арқасын жерге тигізбей төрттағандап түседі екен.
тышқан тескен тесіктен кемеге сыздықтап су кіре береді. Кеменің су түбіне кету қаупі төнді. Сонда жылан келіп: «Тесікті бітесем, ақысына не бересің?» деді. «Қалағаныңды ал», деді Нұх. Әуелде жылан пейіштің күзетшісі болған еді. Ібілісті пейішке кіргізіп, Тәңірдің қаһарына ұшырайды. Аяқ қолынан түгел айырылып, жерге түседі. Жазасы ретінде Тәңірі оған ризық бермепті. «Дүниедегі ең қаны тәтті мақұлықты қорек еткім келеді», деді жылан. «Дегенің болсын», деп Нұх келісті. Жылан құйрығымен тесікті бітеп жатып алды. Жарты денесі суық теңізде ұзақ тұрғасын, оның тәні мұздай болыпты. Ібілістің қолы тигесін, доңыздың еті арам болып қалған екен деседі. Соңы.